Әйел адамға өкшесі биік аяқ киім киюге бола ма? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәссәләм хадистеріне назар салар болсақ, Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм бұрынғы өткен Исраил қауымының рухани тоқырауға ұшырауының себептерін баяндай келе, сол қауымнан болған бір әйелдің өзін ұзын көрсету үшін аяғына ағаштан биік табанды немесе өкшелі аяқ киім киіп алып жүргендігін айтып өтеді. Риуаяттарға қарағанда, бұрынғы заманда Исраил қауымында қысқа бойлы бір әйел өмір сүріпті. Оған өзінің қысқа бойлы болғаны және осы себепті еркектердің назарынан мақұрым қалып жүргені жанына батады екен. Өйткені жергілікті еркектер ұзын бойлылықты сұлулықтың белгісі ретінде көретін болған. Ол Алланың жаратқан бойына ризалық танытуының орнына өзгелерінің назарларын өзіне аудару үшін бойының қысқалығына шешім іздей бастайды. Ақырында ұзын көрінудің жолын тауып, аяғына арнайы ағаштан биік аяқ киім жасатады. Оны көшеге шыққанда киіп шығады екен. Ұзын етектен аяғына кигені көрінбегендіктен сырт көзге бойшаң боп көрінетін. Онымен қоса, зергерге барып арнайы хош иіс шашып тұратын жүзік істетеді. Жүзіктің ішіне әтір құйып алып, адамдар жиналған жерден өтіп бара жатып, қолын сілкейді. Осылайша ер азаматтардың назарын өзіне аударта білген екен. Ендігі жерде бүгінгі таңдағы биік өкшелі аяқ киімдерді де әйелдер бойшаң болып көрінулері үшін киетіндіктері жасырын емес. Түптеп келгенде сырт көзге, әсіресе ер адамдарға сымбатты көріну үшін киетіндігін айтуға болады. Көп әйел биік өкшелі аяқ киім ерлерді бойсұндырудың қаруы деп есептейді. Ал мұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм жоғарыдағы хадисте әлдебір қауымның рухани тоқырауға ұшырауы нышаны деген. Сондай-ақ биік өкшелі аяқ киімдер әйел адамның жүрісін өзгертеді. Оның аяқ алысында өзгешелік пайда болып, жүрісінде наздану байқала бастайды. Ал Құран кәрімде Алла тағала әйел баласының өзге еркектермен тым наздана, еркелей сөйлеудің өзін хош көрмеген. Мұнымен қатар, биік өкшенің тақылдап қатты дауыс шығаратындығы, осылайша өзіне назар аудартатыны да бар. Ал Құран кәрімде мұсылман әйелдерге қатысты жасырын зейнеттерін басқаларға білдіру үшін аяқтарын ұрып жүрмесін деп бұйырған. Сондай-ақ биік өкшенің адам денсаулығына зиян екендігін бүгінде медицина саласының мамандары жар салуда. Ал дінімізде денсаулыққа зиянды дүниелерден ұзақ тұру іргелі негіздердің бірі. Қорытындылай келе, діни тұрғыдан алып қарағанда, әйелдер қауымының тақасы тым биік аяқ киімдерді киюлері құпталмайды. Әйтсе де, мүлдем тақасыз, бірыңғай жайпақ табан кию шарт деп те айтылмаған. Сондықтан да жоғарыда аталып өтілген ағаттықтарды тудырмайтындай сипаттағы тым биік емес өкшелі аяқ киімдерді киюдің күнәсі болмас. Ең дұрысы Аллаға мәлім. Тақырып пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.